Көктемгі дала жұмыстарын қолдау мақсатында үкімет биыл 700 миллиард теңге жеңілдетілген несие бөлді. Бұл жөнінде Қазақпарат агенттігі хабарлады. Тек сәуір айында ғана 4 мыңнан астам ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер 612 миллиард теңгенің жеңілдетілген несиесін алды. Сондай-ақ шаруаларға көктемгі дала жұмыстары кезінде 402 мың тонна дизель арзандатылған бағамен беріледі. Бұл жанармай құю станцияларындағы бөлшек сауда бағасынан 15%-ға арзан. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженовтың айтуынша, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін дизель отыны қозғалысының ашықтығы мен бақылауды қамтамасыз ету үшін жеке пин-кодтар белгілеу, дизель отынын түсін сары, көк және қызылға бояу, электрондық шот-фактура жүйесіне дизель отыны үшін бөлек виртуалды қойма құру шаралары қабылданды. Ал Алматы облысындағы көктемдік дала жұмыстарының барысы жайында тілшіміз Жадыра Қуанышбек айтады. Көктемнің әр күні жылға азық. Биыл облыс бойынша 438 мың гектар жерге дән себіледі деп жоспарланған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 мың гектарға артық. Қазір алқаптардағы көктемгі егу жұмыстары 80%-ға орындалды. Шаруалар негізгі екпінді жүгері, дәнді және мал азығы дақылдарына түсіріп отыр. Ал суды көп қажет ететін күріш алқаптары керісінше 2000 гектарға қысқарды. Ауыл шаруашылық техникалары да біртіндеп жаңарып жатыр. Жыл басынан бері диқандар 237 жаңа техника сатып алса, қазір алқаптарда оның 13 мыңнан астамы жүр. Егіс алқапы 437-де 9 мың гектар. Жүгері 55-те 7 мың гектар. Дәнді дақылдар 174-те 8 мың гектар. Мал азығы дақылдары 206-да 6 мың гектар. Жаңа техника 237 бірлік. Минералды тыңайтқыштар 78-де 4 мың тонна. Осы жылы суды үнемдеу мәселесі бірінші орында. Қазір өңірдегі 80 мыңға жуық гектар жерде су үнемдеу технологиялар қолданылады. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті арттыру жоспарда. Сонымен қатар шаруаларға қолдау ретінде Кең дала 2 бағдарламасы іске қосылды. Шаруа иелерінен 90-ға жуық өтінім қабылданып, 3,7 миллиардтан астам теңге берілді. Көктемгі дала жұмыстарына қаржылай көмек ретінде бізде Кең дала 2 бағдарламасы бар. Биылғы жылға көктемгі күзгі дала жұмыстарына 10 миллиард теңге бөлінген болатын. Оның 7-6 миллиардын өтінім беріп, 3-6 миллиард біздің тауар өндірушілеріміз уже алды өздеріне. Биылғы жылда енді көктемгі дала жұмыстарын былтырғы жылмен салыстырғанда ертерек аяқтаймыз деген ойдамыз. Ары қарай өнімді жақсаламыз деген ойдамыз. Шаруалар қолдауды тек аграрлық несие корпорациясынан ғана емес, Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан да көріп отыр. Мұндай жеңілдетілген қарыз қаражаты қожалықтардың тұқым, жанармай мен тыңайтқышты уақытында сатып алуына, сондай-ақ техниканы маусымға тас түйін дайындауына септігін тигізеді. Көктемгі дала жұмыстары үшін диқандарға арзандатылған дизель отыны да беріліп отыр. Облыс бойынша 350-ден астам қожалық өтінім берген. Шаруалардың бір бөлігі жанармайды арзан бағамен алып үлгерді. Биыл мемлекет тарапынан бөлінген қаржының үлесі мынадай. Өсімдік шаруашылығын қолдауға 8,4 миллиард теңге. Су үнемдеу технологияларына 3-те 7 миллиард теңге. Тыңайтқыштарға 1-де 1 миллиард теңге. Суармалы су жеткізуге 787 миллион теңге. Ең үлкен күрделі мәселенің бірі бұл су үнемдеу мәселесі, өздеріңіз білесіздер. Биылғы жылы судың қалай, былтырғы жылы қалай болған биылда. Сол себептен биылғы жылы су үнемдеу былтыр біз 25 жылда 66 мың гектармен аяқтаған болатынбыз су үнемдеу. Биылғы жылы уже 13 мың гектар қосып отыр оған. Оны тоқтатпаймыз, ол жұмысты одан ары қарай жалғастыра береміз. Қазірдің өзінде біраз пулымыз бар жинаған. Ары қарай бұл жұмысты да жалғастырамыз деген ойда бар. Осы жолғы көктемгі дала жұмыстары тек егін егу емес, жаңа технологияларды игеру науқанына айналды. Себебі су үнемдеу жүйелері, заманауи техника мен мемлекеттік қолдау бүгінгі диқанның ең басты тірегі. Қазір өңірдегі жұмыс кестеден кешікпей қызу жүріп жатыр. Көктемнің әр күнін тиімді пайдаланған шаруалардың негізгі мақсаты күзде қамбаны астыққа толтыру. Сондықтан қазір күн райының қолайлы болуымен адал еңбектің берекесін күту ғана қалды. Жадыра Қуанышбек, Абылай Құттықбай, Зәуре Сағындықова, апта маңызды үшін.